Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода диеталық тағамды дайындауға қанша уақыт кететінін айтамын. Себебі егер отбасылы адам болсаңыз, отбасы мүшелеріне бөлек және өзіңізге бөлек тағамдарды даярлау, одан бөлек жұмыс жасау, үй шаруасы, бала тәрбиесі және тағы басқадай тірліктер көп. Бұл жағдайда панкреатитпен ауыратын адам әрдайым өзіне тамақты қалай дайындап отырады. Шынында ол үшін көп уақыттың қажеті жоқ. Бірінші кездері мен шаршап жүрдім, себебі әлі не тағам ұйқы безіме жағады, не жақпайтынын білмедім. Оларды қанша күнге дайындап, қандай мөлшерде даярлап қою керек, осының барлығын ойластыруға да уақыт керек болып жүрді. Бірақ панкреатитте жейтін тағамдардың тізімі аз. Оларды дайындауға көп уақыт қажет те емес. Мен қазір тағамдарды дайындаған бойында жемей, көбінесе кешкі уақытта жұмыстан келіп, үйдегілерді тамақтандырып, өзім кешке дайындаған тамақты жеп болған соң, ертеңгі күнге не ертеңнен арғы күнге дайындап қоямын. Яғни 3 тағам түрін, яғни таңғы, түскі, кешкі асқа мен 2-3 күнге дайындап контейнерге салып, оларды тоңазытқышта сақтаймын. Дүкеннен алған тағамдарды аптасында 1-2 рет бірден тазалап, турап, мұздатқышқа салып қоямын. Фарш болса, одан бірден бірнеше котлет, тефтели, диеталық манты жасап, диеталық манты деп отырғаным кәдімгі манты, бірақ құрамына приправы, май қоспай. Осыларды тоңазытқышқа салып, целлофанда сақтаймын. Керек кезінде шығарып, ас дайындаймын. Оны даярлауға 30-35 минут уақыт кетеді. Көбінесе тауық етінен болғасын тамақ, оған көп уақыт керек емес қайнатуға. Таңғы асты кейде ұйқыдан тұрып, жылы су ішкен соң 20 минут уақыттың ішінде даярлаймын. Таңда су іш болған соң, как раз 20 минут уақыт керек таңғы асқа дейін. Осы уақытта ботқаны дайындауға 15 минут уақыт кетеді. Ол піскен соң 5 минут тұнып тұрады. Ал сүзбеден запеканка алдыңғы видеомда көрсеткенмін. Оны жасауға 7 минут уақыт қажет. Жұмыртқа мен наннан запеканкаға да 5 минут уақыт керек болады. Яғни таңғы ас даярлауға көп уақыттың қажеті жоқ. Көкөністер болса, оларды туралған күйде тоңазытқыштан шығарып, микроволновкада жылытамын. Мысалы, асқабақты, брокколи, цветная капустаны. Мезгілі келгенде кабачокты да осылай турап, тоңазытқышқа салып қоямын, целлофанға салып, және керек болған кезде алып, оны микроволновкада жылытып жеймін. Микроволновкада жылытуға кабачок үшін 3 минут уақыт керек, ал асқабаққа 7-6 минут уақыт керек. Ал брокколиді мұздатқыштан алып, сорпаға салуға болады, не өзін қайнатып, екінші аспен бірге ішуге болады. Қызылшаны болса, оны бірден 3-4 данасын өзіме бірнеше күнге пісіріп қоямын. Керек кезінде алып, тоңазытқыштан турап, тамақпен бірге жеймін. Сорпаға сәбізді салу үшін, немесе сорпадан бөлек котлетаға сәбізді салу үшін теркадан бірнеше килограммын өткізіп, оны мұздатқышқа салып қоямын, целлофанға салып әрине. Котлета жасау үшін оны дайын күйінде морозильниктен алып, бірден салқын суға салып, қайнатып, жарты сағаттай қайнатамын. Ол котлетаны, фаршты сатып алған кезде бірден тұз қосып құрамына, сонымен қатар күріш, не болмаса қара құмықтың ұнын, гречневая мука, не болмаса жарманы, яғни манная крупаны салып, котлета жасап, оны тақтайшаның үстіне целлофанға тізіп, мұздатқышқа саламын. Ол мұздатылып болған соң, қатаяды, сол кезде тақтайшаны алып тастаймын. Шын мәнінде диеталық асты даярлау тез, себебі тек суға, буға салып қойып пісіреміз тамақты. Диеталық емес тамақтардай оларды қуырып тұру, қасында әрқайсына соус жасау, пияз бен сәбізді сорпа үшін қуыру, оларды араластырып тұру, пісер алдында 5 минут не 10 минут бұрын приправа қосу сияқты көп уақыт алатын процесс қажет емес бұлар үшін. Барлығын бірден тазалап, турап, ұсақтап, мұздатқышқа салып, керек кезінде одан шығарып, жарты сағат көлемінде тағамды дайындауға болады. Өзіңізге жағатын тағамдардың тізімін даярлап қойыңыз. Ол тізім үлкен емес, көп уақыт қажет етпейді тізімді дайындау үшін. Мысалы, құрамында белок бар етті тағамдар мен үшін. Бұл тауықтан фарш, тауық еті, сиырдың еті майлы емес, сиырдан фарш, майлы емес балық, балықтан жасалған фарш. Осыларды сатып алып, дүкеннен қажет мөлшерінде бөліп, әрбір тағам үшін бөліп қоямын, целлофанға салып, немесе тураймын, және целлофанға салып, мұздатқышқа салып сақтаймын. Гарнир болса, мен күріш, қара құмық, не болмаса вермишельді бірнеше күнге пісіріп қоямын, контейнерге салып қоямын, сосын тоңазытқышқа. Сорпа болса, тауықтан сорпа пісіріп, оған сәбіз бен картоп пісіріп саламын. Бірінші күні контейнердегі күрішті алып, сорпадан кішкене құйып тарелкеге, күрішті оған қосып, суп ретінде ішемін. Яғни бірінші күні рисовый суп болады.
келесі күні сол сорпаны тарелкеге құямын, және құрамындағы тауық еті, картоп, сәбізімен бірге әрине сорпаны құямын тарелкеге. Содан екінші контейнердегі піскен вермишельді қосамын, вермишелевый суп шығады. Үшінші күні сол сорпаға пісіп тұрған қара құмықты қосып пішемін, яғни гречневый суп болады. Осылайша әртүрлі тағам ішкендей боламын. Және көкөністер, туралған көкөністер туралы айтатын болсам, егер бағанағы асқабақ, кабачок, брокколи, цветная капуста, осыларды турауға ерінсеңіз, немесе сәбізді турауға ерінсеңіз, дайын күйінде туралған және мұздатқышта сақталған күйінде дүкенде сатылады бұлар. Ал жатар алдында шетін көже туралы айтсам, бірнеше күнге қара құмық не күрішті пісіріп, тоңазытқышта контейнерге сақтап қоясыз. Жатар алдында кесеге кішкене салып, жылытып, үстіне айран қосып ішемін. Осы видеом ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басыңыз. Білетін кеңесіңіз болса комментарийге жазыңыз. Каналыма тіркеліңіз. Рахмет.